Что такое, Томми? Что ты кричишь? Посиди, брат, сейчас выйдем. Хорошо. Бүгін жұмыстың соңғы күні. Аптаның соңғы күні, пятница бүгін 2 күн демаламыз, иншаллах, суббота, воскресенье. Бүгін сіздерге өзінің жұмысын көрсетейін. Томми, 안녕. Oldu, biz kettik al. Videoda kişinin gradusunu azalttık. Ben azaltmasam aşağı koşup koydum. Бүгін сіздерге өзінің бір күндік жұмысымды көрсетейін. Жұмыста не істеймін, қалай істеймін. Қызық шығар енді сіздерге. Бұл заводта мен істеп жүргеніме 1 айдан асып кетті, 2 айға жақын келіп жатыр. Күшті қазір. Бүгін кеше қар жауды. Жол деген қазір тайғақ, абайлау керек. Тағы не дейміз. Қазір ана жақта бастық күтіп тұрады. Сол бастықтың жанына бару керек, машинасына. Сол бастықпен бірге жұмысқа кетеміз. Развозка бар ғой жұмыста. Жұмысты алып кетеді, алып келеді. Жасыл жанып тұрған екен. Жүгіруге толы кейт. Сөйтейді. Кәдімгідей қыс келіп қапты ғой бізге де. Мықты кәрістерім. Бізге дейін бізде де қыс бар. Бізде де қар бар дейм ба? Ана жерде машина күтіп тұр. Сізге көрінбейтін шығар. Қызыл болып. Сол жерде мен бастықпен бірге қазір жұмысқа кетеміз. Пах, шіркін. 안녕하세요. 와, 오늘 좋아요. 네? 치맥 파티 등 고생한 나를 위로할. 뭐야. 왜 그래요? 어? 그래, 신발이 안 들어서 그렇지. 왜 그래요? 안녕하세요. Ой, я сегодня тоже спать, короче. Не хочу ничего делать. Теплый пол. Не такой теплый. Все душик ұйықтайық. Мен ұйқым қанған жоқ түнде. Таңертең әрең тұрдым ұйықтан. Ё-ма. Қашан ұшаттың? 10:30-да. 10:30-да жатып, 6-да әрең тұрдым. Елі көк басым. Күт кибесі, күздің әшіне екен ол. Пеш жаға сал? Пеш жаға сал дейм. Мен ұйықтаймын осылай. Ол жоқ. Видео түспейді. Саған сағат 8 болды ғой, мен осылай жатырмын ғой, Қылық басалып қой, Ужас. Ой, Алла.
ұйықтасаң болса ұйықтап жата бересің. Болсын осылай. Кеттік жұмысқа. Ал жұмыс басталды. Аяқ жерге тасталды. Кеттік жұмыс істеп. Жұмыс осы. Осылай, короче, көтереміз. Жерге келеміз да. Былай, короче, шығарамыз. Потом мына жерге келіп бұны былай түсіреміз. Көп жұмыс, е? Жұмыс не болып көтті. Бол, бітті кішкене. 5-10 минутта бір үзілісі қуат. Үзіліс емес, демалыс секілді қуат. Кофешик. Қашақ күтті қой. Кружка. Ne var? Ne oldu? Kopya dayın. Kopya düşmez hocamıza. Qanday rahat ya? Sonra kasık. Oldu, bitti. Endi әрі қарай qancha saat qoldi? Saat bizde уже 8:09, 9:10. Қазір
12'de жұмыс істейміз, 12'де обед. Сағат біздерде 11:58 және бізде обед. Обедке бүгін балық. О, 세송 좋아요. 아? 이거 육개장. 와, 좋아. бүгін кішкене нормально тамақ алып келіпті. Балық алып келген. мынау короче 육개장 ғой брат, мынау. Сыр не это? 한국 사람 다 됐네. 좋아요. 알아? 하나 рис. перчик. 그러면 소고기가 넣어도 돼. 네, 알고 있어요. 맛있게 드셔요. 네, 고맙습니다. ас болсын бізге. Бізде перерыв, қазір сағат біздерде 12-ден 21 минут кетті. Сағат 1-ге дейін демалып осылай отырамыз. ұйықтасаңыз болады. Маған осылай жеке, маған емес, не жалпы болса осылай жеке демалатын орын бар. Не бар, матрас бар, теплый пол, үнемі қосылып тұрады менде. Бірақ іші суық болғандықтан мен осы не полда ұйықтаймын. Үстіне киімдерімді осылай қойып, жай намазымды қойып, намазымды оқып, намазымды оқығаннан кейін осы жерде ұйықтаймын. Өйткені андай заводтың ішінде отыра берсең суық. Пештің жанында отырғанмен пайда жоқ. ұйықтап алған дұрыс. 20 минут, 15 минут демалып аласыздар, күшті ұйықтайсыздар. Рахат, иә? Мына менің көшеге киетін курткам. Осылай жайып қоямын. Өйткені мына ыстығы мынаған барады. Асықпай кешкісін жылы киіммен. Астымдағы менің жұмыс курткам. Осын жұмыста киемін. Қатты жұқа емес. Мына теплый пол. Ұйықтап демалып алдық. Енді жұмыс істеу керек. ұйықтадық дегенде бір ұйықтаған жоқпыз. 10-ақ ұйықтап, көзіміз әлінде абратын жымылып ашылды ғой. Соның күшті бір демалып қана қыла сондай. Болып жұмыс істеуге барамыз. Қазір барып кофе ішіп алдырып, кофе ішіп жұмыс істеп, бүгін кеш сағат 8-ге дейін жұмыс мәсі. Шыдауды айтса енді. Яғни бүкіл жерім ойды ғой да. Күн жылқапты қайта болсыншы. Бұл демалыс бітті. Қазір 56 сағат. Ровно 1-де бастаймыз. Ол уақытқа дейін кофе ішеміз. Міндетті түрде ұйықтап келдің ба? Обедтен кейін міндетті түрде кофе ішу керек. Мынау чайны септің мына ішінде. Чай алып дайын емес екен, демек кофе ішіп алған дұрыс. Келесің. Әдемі ғой, күшті ғой. Шөлі көсішін болып көйген секілді ғой. Суға, кофеге. Суға. Алып жайсал? Осылай. Узкие глаза дейді. Короче, походу біздің заводқа біреу келе жатыр. Бізге тазалап қойды, мына ішін бар ғой, не екен білмеймін. Барлық жер сыпырып шыққандар ғой. Жайып деп сыпырып жүрміз енді, бәрі жүгіріп жүр, не екен білмеймін. Біреу келе жатыр ғой деймін соңғы қарағанда. Ішті назар жүргенімізге алсын. Сол енді. Қараптан қарап бәрін сыпырып кеттік, тазалап кеттік. Не болып кетті деп өзіміз түсінбей жүрміз. Жұмыс осы. Асықпай жұмыс істеп жатырмыз. Көріп тұрады. Негізінде осы отырмыз. Сағат қазір 4:44 болды. 16 минуттан кейін біздерде обед. Ужин. Кешкі ас ішіп аламыз да. 2,5 сағат жұмыс істейміз, 5:30-дан кеш сағат 8-де. Үйге айтамыз. Көресіздер ма, сіздер ойлағандай емес жұмыс. Болмайды. Просто таңертеңінде бір 2 сағат па қатты жұмыс істедім. 1 сағат па. Құлағым аудио книга ойнап жатыр. Кітап, аудио кітап. Достоевский, идиот. Уақытты тез өсіп тұр. Жұмыстар наушник тағуға болады. Корея деген осы.
Жуғыз, үй жуғыз. Бүгін не жедіңіз, ә? Біздерге арнап мұндай жұмыртқа алып кетті. Шошқа жемейді деп. Не деген керемет жандар, ә? Болды, жұмыс уақыты басталды. 5:30, иншаллах 8-де үйге қайтамыз. Сол уақытқа дейін енді жүру керек. Және суық кетті. Жаңа күн ауа райы керемет еді. Аяға суық кетті ғой, мәссаған. Дүнін түсіп кетті енді. Ештеңе етпес. Бұдан көп тұрады ештеңе. Осы беттіген кезінде алай. Бір светке қайдың адамаған екен да? Сөйтіп светке қайдың, жетмешті бұны ойласана, көп еді. Аусы жүйе. Сүйек шегерсін ба? Анасына ойласың, күтіп өзің мысалы жоқ ойлайсың. Вот сол кезде ана енді іштің не ойлаған екен, одан кейін сол қайтып. Ал жұмыс уақыты бітті, үйге қайттық. 계속 가는 데마다 사람들 다 불러다 놓고 지는 내 빼고 그러려고?